Сәлеметсіздер, құрметті серіктестер, құрметті жақсыларым, құрметті менің дәулетті оқырмандарым. Жасыл аптека арқылы жаңа сатылып жатқан Алтай Вет фармацевтический заводтан шығып отырған пательдің осы бауырға арналған, бауыр мен өттің функциялары, дисфункция, яғни бауырды май басу, бауырда жаңағы толыққанды өзгеріс кіру, бауыр тазарту процесті жүргізу, бауырды жаңа көлемнен көю деген сияқты жировой гепатоз дегендеріңіздің барлығына, бауырға қатысты, өтке қатысты ауру сырқауға ем шипа болатын бізде осындай Алтай Вет деген фармацевтический заводтан шығып отырған, Горный Алтай, Барнаулдан келіп отырған өнімдеріңіз осындай. Енді осы өнім жаңағы сізге таныстырып айта кететін болсақ, міне мынандай ыдыста келеді. Бұл капсула түрінде, міне осындай капсула болады. Мен сіздерге қазір осы жөнінде айта кетейін. Міне осындай капсула таңертең кешке асу тамақтан кейін 2 мезгіл ғана ішесіздер бір капсуладан. Сонда сіздердің жаңағы бауыр мен өттегі өзгерістер, яғни өттің қоюлану, өттің жолағының толық қалу, одан қалса жаңағы өттің дұрыс өзінің жұмысын қорытып жасамай қалу деген процестерға ем шипасын береді. Міне осындай өнімдеріңізді 4900 теңгеге ала аласыздар. Бір курс емге жаңағы егер емдік ретінде қолданамыз, таңертең кешке 2 мезгіл десеңіздер, онда жаңағы 2 пачкасын аласыздар. Ал жай өзім профилактика жасап, сақтандырып, өзімді бір қорғайын десеңіздер, күнінде 1 мезгілде асу тамақтан кейін 1 капсула ішуге болады. Ал екінші айта кетейін деп тұрған өнім, бұл жаңағы асқазанға арналған шырын болып табылады. Асқазанға арналған шырынды сіздер күнінде 3 мезгілден 1 чай қасықпен, кішкентай чай қасықпен іше аласыздар. Бұл енді асқазанның қорытпай тұрған, асқазан жұмыршақтарыңыздың, өңештеріңіздің, ашшек, тоқшектің қызметін жақсы атқарып беруіне, асты дұрыс қорытуына үлкен емдік әсерін береді. Дәмі кәдімгідей жаңа тәтті шырын ретінде келеді. Сахарный диабет кісілерге чуть-чуть байқау керек деп айтады. Бірақ та менде сахарный диабет ішкен кісілер ешқандай өзгеріс беріп, ешқандай кері әсерін берген жоқ. 3 жыл осындай жаңағы өнімдермен айланысып, сатып қаншама жаңа клиенттерім бар. Бір адамдардан да отзыв кері түскен емес. Міне осылай жаңағы асқазандарыңыз қыжылдап тұрса, ас қорыту процесі дұрыс болмай жатса, асқазанда язва, желудка деп жатса, жаңағы тікшек, ашшекте, өңеште қызарған бар, эрозия десе, осы өнімді қолдана аласыздар. Үлкен кісілерге егер асқазанның эрозиясы болса, асқазанның өңеште жара немесе асқазанның өзінде жара болып жатса, осының 5 бөтелкесі бір толық курс ем болып саналады. Күнінде 3 мезгіл 1 чай қасықпен іше аласыздар асу тамақтан бұрын.